Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше тағам асқабақтың ішіндегі қуырдақ дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен етімізді дайындап аламыз. Мен жылқы етін пайдаландым. Қой етінен немесе сиыр етінен дайындасаңыздар да болады. Барлығын осындай ірі етіп турап, қабырғаларымен бірге салдым. Бір араластырып, бетін жауып, 1 сағаттай бұқтырып қоямыз. Ешқандай су қоспайсыздар. Өзінің буымен піседі. Осы аралықта біздің көкөністерімізді дайындап турап қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін біз пиязымызды, сарымсағымызды және қызанағымызды салып, тағы да укроп, осы жерде тұз, паприка, приправаларыңызды салып, тағы да жарты сағатқа қалдырасыздар. Барлық керекті заттар тізімін описание бөліміне жазып кеттім. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қазақ тілі арнаның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар және қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің видеом шыққанда ең бірінші болып сіздерге көрінуі үшін. Енді картошкаларымызды дайындаймыз. Ашып, турап алып, азғандай май, тұз қосып, бір араластырып духовкамызге салатын боламыз. Жарты сағат 25 минутқа қалдырамыз. Жарты сағат 25 минутта біздің картошкаларымыз пісіп қалады. Одан кейін асқабағымызды дайындайтын боламыз. Сыртын жақсылап жуып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қақпағын дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін ішін жақсылап дәнектерінен ажыратып алып аламыз. Біздің асқабағымыз тез пісу үшін бір қабатын осылай алып тастаймыз. Біздің картошкаларымыз да пісіп, етіміз де пісіп қалды. Картошкамызды қосып, тәтті болгар бұрышында қосып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, кейін асқабағымызға салатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығын ішіне салып орналастырамыз. Ерекше тағам, қонақ келгенде де ұсынсаңыздар болады. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Менюларыңызға қосып қойсаңыздар болады. Барлығын салып болып, қақпағын жауып, сыртын кәдімгі сұйық маймен майлап аламыз. Духовкаде 200-250 градусқа қойып, 45-50 минутта пісіріп аламыз. Бұның пісуін сыртында зубочистка тығып көрсеңіздер болады. Піскен-піспеген солай көресіздер. Осылай оңай дайындалатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің асқабағымыз 1 сағатта пісті. Қақпағын алып, кейін осылай видеодағыдай кесіп ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі сочный, дәмді тағам болып шықты. Әсіресе асқабақты жақсы көретіндерге өте керемет тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнама тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.